Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгін сіздерді біз Алматы қаласы Алмалы ауданы номер 128 жалпы білім беретін мектеп мұғалімдерінің педагог шебер және педагог зерттеуші мұғалімдердің автор бағдарламалары бойынша тәжірибе таратуына бас қосып отырмыз. Бүгінгі күн тәртібі бойынша сіздер 8 мұғалімнің авторлық бағдарламасы бойынша тыңдап тәжірибе бөлісе аласыздар. Ең алғаш болып мен өзімнің бағдарламам бойынша айтып кетейін, содан кейін ары қарай жалғастыра береміз. Бүгінгі күні тыңдайсыздар сіздер бірінші ағылшын тілі пәнінен фразалы етістер және олардың қолдану ерекшеліктері Қалдыекова Ларисаның, Олжаева Үміттің грамма is great тақырыбында, Мұрзашева Жанаргүл Қайрабаева Алмагүл қазақ тілі пәнінен эссе жазудың әдістемесі, Қалдыекова Гүлжазираның ағылшын тілінен ағылшын тілі сабағында оқушылардың сөйлеу дағдыларын дамыту және математика пәнінен сатылай кешенді талдау тақырыптарында және Ғалымжанова Жадыраның авторлық бағдарламасы ағылшын тілі пәнінен биология пәнінен Тыныбаева Құралайдың авторлық бағдарламасы бойынша тыңдайсыздар. Менің авторлық бағдарламамның тақырыбы фразалық етістіктер, олардың қолдану ерекшеліктері 6 сынып оқушыларына арналған элективті курс. Аптасына 1 сағат, 34 сағатқа арналып жазылған. Фразалық етістіктер, олардың қолдану ерекшеліктері атты элективті курс бағдарламасы жалпы білім беретін мектептердің гимназиялар мен лицейлердің 6 сынып оқушыларына арналып әзірленген. Негізгі мақсат оқушылардың фразалық етістіктерін меңгеруді жеңілдету және оларға сөйлеу тәжірибесінде қолдану. Қазіргі таңда ағылшын тілі халықаралық қарым-қатынас, ғылым, бизнес, туризм және спорт салаларында кеңінен қолданылатын жаһандық тілдердің бірі. Осыған байланысты оқушылардың ағылшын тілін терең меңгеруі, оның ішінде фразалық етістіктерді дұрыс қолдана білуі, олардың болашақта ағылшын тілін еркін сөйлеуіне ықпал етеді. Бағдарлама негізгі мақсаты білім алушылардың ағылшын тілін оқи отырып, ұлттық халықаралық емтихандарды тапсыруларына көмек көрсету, үш тілде білім алушыларға фразалық етістіктерді меңгере отырып, тілдік дағдыларын жетілдіру. Бағдарламаның міндеті оқушылардың тыңдалым, оқылым, жазылым және айтылым дағдыларын дамыту. КЛИЛ білім беруінде фразалық етістіктерді қолдану, оқушылардың өз ана тілі мен мәдениетін шет тілдермен салыстырып ұғынуына мүмкіндік беру. Сыни тұрғыдан ойлау дағдыларын дамыту және оқушыларды өз бетінше білім алуға ынталандыру. Оқушылардың айтылым және жазылым дағдыларын жетілдіру. Алғаш рет 1925 жылы Логан Смит сөз және идиомалар кітабында қолданған екен. Содан бері бұл фразалық етістіктер ағылшын тілінде кеңінен қолданылып келеді. Бұл элективті курс бағдарламасы 34 сағатқа арналып жасалған.